Ал көптен күткен 2026 басталды, жерге таяқ тасталды. Жалпы, алғашқы айларыңыз қалай өтті? Полет жалпы өздеріңізде қалай? 2026-ға 2025-дің соңында күшті мақсаттар қойып, бірақ ол мақсаттар өкінішке орай орындалмай жатқанда, немесе өзіңізді қазіргі таңда неден бастарыңызды білмей, немесе дұрыс мақсат қойдым ба, қоймадым ба деген бір неше түрлі іштегі алай-дүлейде жүрген болсаңыз, бұл видео дәл саған арналады. Как раз таки нейропсихологиялық тұрғыдан нағыз дәлелденген научный подходпен мақсат дұрыс қоюдың басты 4 критерийін саған айтып өтетін боламын. Егер осы 4 критерий бойынша сен мақсатыңды жасаған болсаң, онда әрине 2026-та ол мақсатқа жетпей қоймайсың. Ал егер ол критерийларға сай болмаған болса, кешірші, өкінішке орай, бұл жылда 2025-тен басқа да жылдардан қатты айырмашылық болмайды. Көбісі үлкен мынандай қателікті жасайды. 2026-ға, жаңа жылға жоспар жасаған кезде ойлайды, так, мен нені қалаймын деп алдында идеальный бір картина ойлап алады, және де сол болады деп соған өзінің миын сендіргізіп, неше түрлі визуализациялық армандар картасын жасап, болды, менің арманым орындалады деп өзін бүйтіп сендіреді. На самом деле қалай болады? Өте қызық ситуация. Адам отырып 2026-ны жоспарлаған кезде сен идеальная я деген позициядан жаңа жылды жоспарладың. Ал оны орындайтын сол баяғы шаршап қалған, ресурсы жоқ, кейде инстаграмда залипать ететін, тикток тредстарда сондай бір халің негізі. Сонда адамның екі мақсаты мен өзінің арасында үлкен пропасть пайда болады. Мына жақта мақсаттар жазылған, 10 килограммға арттағанмын, ай сайын 5 миллион табамын, мынандай деген, бірақ оны идеальный сенің форматың жасап жатыр да. 2025 бітті деп, 2026 басталды деп сен резко өзгеріп кетіп, жаңа идеальный форматқа кіріп кетпейсің ғой. Сенің бұрынғы халің бар, шаршаған, выгораниясы бар, где-то депрессияға кірген, уставшая, и где-то все-таки ресурсың жоқ та, и сен өзіңе мынандай мақсат қойып алғансың, ал өзің мынандайсың. Естественно, ортада үлкен гэп пайда болады, яғни пропасть та, и ондай мақсатқа жету өте қиын. Не болады? 2026 соңында қайтадан бәріне қарайсың мақсаттарыңа, оказывается, көп мақсатқа жетпепсің. Самооценка түскеннің үстіне түсе беретін болады. Ендеше, қалай мақсат қойған дұрыс? Мен сіздерге айтайын, бірінші кезекте чего я хочу деп емес, потому что көп адам чего я хочу деген кезде көп нәрсені қалаймыз. Бірақ оның қайсысы шынайы сенің мақсатың, қайсысы навязанный біреудің, инстаграмдағы біреулердің арманы екенін білмейміз да, аламыз да, бәрі біздікі сияқты ойлаймыз да. Например, сіз ойлауыңыз мүмкін, маған ай сайын көп табыс керек деп. На самом деле ол сіздің мақсат болмауы мүмкін. Или же я хочу классно выйти замуж деп ойлауыңыз мүмкін, но на самом деле қазір сіз оған мұқтаж емес болуыңыз мүмкін да. Енді мақсат қоюдағы басты 4 критерий. Біріншісі, сіз қазір ойлауыңыз мүмкін, Серік қазір, наверное, смарт системаны айтып бастайды, или же grow системасы деген сияқты. Но мен сіздерге айтайын, смарт система, grow система деген сияқты системалардың барлығы кімдерге жұмыс жасайды? И так мақсат қоя алатын, и так дисциплинированный адамдарға өте күшті жұмыс жасайды. Бірақ барлығына ол өтпейді. Сондықтан коуч ретінде, психолог ретінде әр адамның темпераментіне сай, сол адамның жағдайына сай системалар бере алу өте маңызды. И мен, скорее всего, қазіргі видеодағы система барлығыңызға өтеді. Егер сіз дисциплинированный емеспін деп ойласаңыз да, как раз таки бұл видео до конца тыңдаңыз сіз үшін. Енді кеттік. Мақсаттарыңызды қайтадан қараңыз. 2026-ға қойдыңыз, еще не поздно, бар жоғы бір айыңыз ғана өтті, әлі алда 11-10 айдай бар, өзгертуге көп нәрсені болады. Мақсаттарыңызға қайтадан қараңыз, мына 4 критерий бойынша тексеріп шығыңыз. Бірінші критерий ол нақты измеримый ма, яғни нақты есептеуге бола ма. Мысалы, мен осы 2026-та бақытты болғым келеді деген мақсатты жойып тастаймыз. Ол нақты есептеле алмайды. А как ты поймешь, что ты счастлива? А как ты поймешь, что ты расслабленная, например, да? Допустим, сіз күніне балаңызды 5 рет ұруыңыз мүмкін. И, возможно, сіз үшін бақыт баланы күніне 5 рет емес, 2 рет ұруға дейін түсіру. Да, девочки, такое тоже бывает. И көбісі ойлайды да, ойбай, вообще ұрмау керек қой деп, да? Но это идеальная версия. Конечно, вообще ұрмасаң керемет болады. Но это же не всегда так получается. Ты же не всегда в ресурсе. Ты же не всегда
думаешь, что вот как бы күшті болып жүрмейсің ғой. Иногда бывают такие моменты, сен срываешься на ребенке, да, и лучше без рет емес, 2 рет, это тоже классное достижение. Получается, измеримый деген нақты бір санмен есептей аласың ба? Жыл біткен кезде бұл мақсатқа жеткеніңді көре аласың ба? Иә, мысалы, табысымды арттыру деген мақсат болмайды. Нақты қаншаға арттырғың келеді. Неге бұлай маңызды? Себебі бейсаналы тұрғыдан миға нақты мақсаттарды орындау оңайырақ. Екінші маңызды критерий ол белгілі бір уақыттың ішінде ма, мысалы там 2026 бойы емес, белгілі бір уақыт қойыңыз да, допустим 2026-ның март айына дейін вождениені айдап үйренемін, 2026-ның там июнь айына дейін мына нәрсені жасаймын деп. Бұл и так түсінікті, и так смарт системасына ұсап келатыр, бірақ ары қарай ұсамайды. Сосын үшінші маңызды нәрсе бар, ол басқа адамға қатысты болмау керек. Мысалы, сіз мынандай мақсат қоя алмайсыз: мен 2026-та обязательно должна выйти замуж. Извините меня, но тут, конечно же, есть третий человек. Ол адам сізге тұрмысқа шыққысы келе ма? Сол үшін өзіңізге қатысы жоқ, яғни тағы да біреудің несі бар, біреудің де қалау бар нәрсені мақсатта қоя алмаймыз. Естественно, сіз ол тұрмысқа шығу үшін қолдан келгеннің барлығын жасауыңызға болады. Мысалы, там білмеймін да, қандай қалай танысқанды қалайсыз да, там бір жерлерде тіркелу ма, біреуге айту ма, жеңгетай табу ма, без разницы. Но сіз әрекетті жасайсыз, ал тұрмыс болып кете ма, болмай ма, ол уже тек как бы Аллахқа байланысты, сізге байланысты нәрсе емес. Сол үшін үшінші критерий маңызды, біреуге қатысы болмау керек. Мысалы, күйеуім екеуміз көшіп кетеміз деген сияқты, да, оған күйеуіңіздің қатысы бар ма, ол оған окей деп тұр ма, әлде же все-таки он не хочет ли, ол да өте маңызды. Или, например, я хочу забеременеть 2026-та деген мақсатты жазбаймыз. Неге? Себебі беременность тоже Аллахқа байланысты, тағдыр мәселесі. Сен қанша қаласаң да, 1045 витаминді ішсең де болмауы мүмкін. Сондықтан ол жерге әрекеттерді жазасыз, беременностьқа мынаны жасаймын деп, забеременеть деп жазбаймыз. Вот, бұл критерий түсінікті деп ойлаймын. И үшінші, төртінші ең маңызды критерий, осыны тыңдап алыңыз, ол мақсатыңызды жазған кезде мақсат сізді қатты уже дискомфорт оятқан бір мақсат болу қажет. Ол қалай? Мысалы, допустим, былай да, кей адамдар былай жазады да: болды, мен уже бұдан былай көп табысқа шыққым келеді дейді, бірақ в принципе өз өміріне риза. В принципе, автобуспен жүргені оны удовлетворяет. В принципе, өзіне кофе ала алмау күнделікті ее удовлетворяет. В принципе, там осындай жұмысты жасау ее удовлетворяет. Даже, но мақсат ретінде жазып қойғансың табысты арттырам деп. Егер сені дәл қазіргі состояние удовлетворять етіп отырған болса, сенің табысты арттыруың екіталай. Сондықтан мақсатыңа қараған кезде нені сезіну керек? Бұл нәрсе до того мені шаршатты, что мен уже все, ничего не знаю, обязательно бұл нәрсеге жетем деген бір іштегі дискомфорттан пайда болған бір мақсат болу керек. Мысалы, сіз арендада жүріп шаршадыңыз, и это сізге нереальный дискомфорт, көшу, и у вас появляется такая цель: все, мен осы жылы хоть как бір үй табамын, бірдеңе арқылы әйтеуір кіріп кетемін деген сияқты. Там отбасым бар, анау бар, мынау бар, көп қой нелер, да, варианты. И бұл, получается, сізге дискомфорттан туындаған, және де оның орындалу ықтималдығы өте жоғары. 2026-та болмаса да 2027-ге дейін, 2027-нің бір ортасына дейін точно орындау ықтималдығыңыз жоғары. Или, например, сіз қатты шаршадыңыз автобуспен жүруге, сығылысып тұруға, и до того қатты шаршадыңыз, там балаларыңызды таксимен апаруға, и нереально сильный дискомфорт сезген кезде ғана, егер мақсат қойсаңыз, осы жылы хоть как-то мен машина айдап үйренем деген сияқты вождениені, мысалы, онда ол мақсатқа жетесіз. Ал егер, мысалы, бывают же такие цели, сен каждый раз қоясың, каждый раз жетпейсің. Мысалы, вождение осы праваны алам дейсің, да, әр жыл что-то откладываешь. Почему? Потому что, скорее всего, ол саған қатты дискомфорт беріп жатқан жоқ. Скорее всего, хоть как-то бұл өмірің саған окей на самом деле. И сол үшін сен оны 1000 рет жаз, әдемірек қылып жаз, 1000 рет визуализациямен армандар картасын жаса, но из-за того, что у тебя нету от этого дискомфорта, сен оған әрекет жасамайсың. Яғни денең, организм, миың, подсознание оған әрекет жасамайды. Подсознание неге әрекет жасайды? Неден қатты шаршады, содан құтылу үшін бүкіл әрекетті жасайды.
Мысалы енемен тұрып уже до того шаршадым, уже до того не могу деген бір дискомфорт пайда болған кезде, если у тебя нету вторичной выгоды енемен тұрудан, онда әрекеттеніп шығуға бірдеңелер жасайсың. Әрине бұл жерде уже үшінші критерийді ойлау керек, күйеуің оны қалай ма, енең оны қалай ма деген сияқты моменттер бар, но мәселе сенің қаншалықты бұны қалауыңда. Вот, идем дальше. Получается, мақсаттарыңды зерттеген кезде, тексерген кезде осы 4 критериймен қарап шық. Иә? Біріншісі, получается, уақыт измеримый ма, екіншісі уақыт жағынан дедлайн бар ма, үшіншісі басқа адамға қатысы жоқ па, и төртіншісі бұл шынымен де саған қатты дискомфорт бере ма. Енді сүйрік, мен қалай білемін ол маған дискомфорт бере ма, бермей ма, түсініксіз ғой деп ойлауың мүмкін. Және де рас сұрақ. Оны қалай білуге болады? Егер сен оны өзгертуге талай уже әрекеттенген болсаң, демек ол жерде бір дискомфорт бар деген сөз. Мысалы, сен давным-давно арықтағың келеді, ол үшін сен талай рет диетаға отырдың, талай рет там бірдеңелер істедің, мысалы, да, там тренажерка алдың, үйттің, бүйттің, в общем, там чувствуется твой дискомфорт. И, скорее всего, тебе это уже, грубо говоря, задолбало, ты хочешь оны тастап, жаңа мақсатқа жеткің келеді. Получается, бұл ол төртінші критерийден өтіп тұр деген сөз. Егер сен, мысалы, вождениеға барғың келеді, вождениеден кейін права алғың келеді деген мақсат тұр, бірақ ол үшін осы күнге дейін бір энергияңды жұмсамаған болсаң, там вождение қанша тұрады, зерттеп, қарап, там, білмеймін, кітаптарын алып, оқып, правилар жаттап, ештеңе істемеген болсаң, извини меня, скорее всего, там у тебя нету дискомфорта, и тебе окей пока что ходить пешком, пока что ходить на такси, пока что автобуста жүру окей. Поэтому оны просто біреуден алған мақсат или там әйтеуір бір права болу керек делінген мақсатты жазып өзіңнің самооценкаңды түсіру зачем? Лучше убери эту цель полностью, да, и перепиши обратно всю твою цель. Допустим, ты уже все переписала. Қарайсың, 2026-ға 10 мақсат пайда болды. Енді ол мақсаттарды күшті бір чек-лист жасасақ болады, чекап жасасақ болады, точно сенікі ма, сенікі емес па дегендей, ол мақсатты қараған кезде, мысалы, әр мақсатқа жеке тоқталуың қажет. Қарайсың, бірінші мақсат тұр. Допустим, жаңағы примерді жалғастыра берейік, права алғым келеді деген. Сол кезде не сезінесің? Прям закрой глаза, глубокий вдох-выдох и представь, мен осы жылы права алғым келеді. Права алуға мақсат қойдым, марттың 25-не дейін деген сияқты, да, там. Не сезесің? Сезімдеріңді байқауға тырыс. Егер ол мақсаттың қасында сенің сезімдерің больше, мүмкін емес, инфантильно, если там тебе так страшно ол мақсатты ойлағанда, или если тебе вообще нейтрально не зажигает, или вообще как бы қорқыныш наоборот пайда болатын болса, скорее всего, ол мақсат қатты, как бы сенікі емес. Можешь смело вычеркивать и писать другую цель. Қандай сезім ол мақсат сенікі екенін көрсетеді? Ол мақсатты елестеткенде, ойлағанда, прям, когда ты притрагиваешься к этой цели, тебе становится приятно. Приятно, как бы ощутимо, и ол мүмкін деген бір ой пайда болса, демек ол сенің мақсатың. И сондықтан бұл жерде самый ключевой момент, сен бүкіл мақсаттарыңды бәлкім 2025-те әйтеуір хоть как-то жаздың, жазбаған болсаң ничего страшного, зато сейчас ты знаешь 4 критерия как писать. И ал егер жазып қойған болсаң, просто сол мақсаттарыңды қайтадан аш та қарап шық. Қайсысы точно менікі зажигает, қайсысы, скорее всего, навязанный менікі емес, и ол просто сенің 2026-ның соңында галочка қойып, или там жасалмады деген кезде самооценкаңды түсіретін бір мақсат болған қаламасаң, онда қазірден лучше вычеркнуть и написать реалистичные, конкретные цели. Жарай ма, қыздар? Мінекей, сонымен бүгінгі маңызды айтқым келген нәрсе тамам. Сіздерге бұл подкаст ұнады деп үміттенемін, себебі шынымен де маңызды нәрселерді талқыладық. И бүкіл мақсаттарыңызды қайтадан қарап, анализ жасап, қайсысы ұнайды, ұнамайды, барлығын күшті реалистично қарауға көмектеседі деген үлкен үмітпен сіздермен бірге болған Сүйрік Аймұратқызы, психолог және коуч. Тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. И, конечно же, пожалуйста, лайк, репост, коммент жасаңыздар. Сіз үшін тегін, мен үшін маңызды стимуляция.